Пирамидалардың алдында папирус шығаратын жерге келдік. Бұл жерде папирус қағазы қалай жасалатынын көрсетті. Вот это папирусный тростник. Древние египтяне сделали из этого тростника первую бумагу. Барлық папирус қағазы осындай тростник деп аталатын өсімдіктен жасалады. Ең әуелі қандай қағаз жасамақшымыз, соны анықтап алу керек. Осындай тростниктің сыртын ашимыз. Осы сыртқы қабығы өте мықты болғандықтан, бұдан да түрлі заттар жасаған. Мысалы, сандалы, корзинка секілді. Ал ішкі бөлігі жұмсақ, себебі құрамында қант, су секілді заттардан тұрады. Соның бәрін шығару үшін осындай арнайы балғамен ұрамыз. Сосын оқтауды қолданамыз. Міне осындай шыққан бөлікті суға салып қоямыз. Ақ түсті папирус қағазын алу үшін 6 күнге салып қоямыз, ал сарғыштау түсті қағаз болсын десек 12 күнге қою керек. 6 немесе 12 күннен соң осы бөліктерді көлденең және тігінен ретпен қоямыз. Потом положим полоски вертикально еще горизонтально. Содан соң пресс астына 6 күнге қоямыз. Қазір біз пресс қолдансақ, бұрынғы мысырлықтар үлкен тастарды пайдаланды. Тростник құрамындағы қан сыртына шығып, қасындағы бөліктермен жабысып, нәтижесінде осындай қағаз пайда болады. Папирус қағаз деп алдаушылар қазір өте көп. Сондықтан қалай ажыратуға болатынын қазір көрсетейін. Бірінші, жарыққа жақындатып қарасаңыз, осындай сызықтарды байқауға болады. Екіншіден, папирус қағазы өте мықты болғандықтан тез жыртылмайды. Үшіншіден, суға салсақ, жай қағаздар секілді жыртылып қалмайды, сол қалпында тұра береді.